Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 7-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы кейіпкерлер бейнесі. Сабағымызға берілген оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін, жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. Сабақ соңында күтілетін нәтиже көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айтады. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін, жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтайды. Алдымен сұрақтарға жауап берейік. Әңгімедегі кейіпкерлерді атаңыз. Тәмпіш қара повесі қалай басталады? Әңгіме неге тәмпіш қара деп аталған? Әңгімедегі тәмпіш қара кім? Шаншатайдың басқа балалардан ерекшелігі қандай? Әңгімеде мақал-мәселдер кездесе ме? Ауыл балалары демалыс уақытында кімдерге көмекке барады? Сұрақтарға жауап беріп шығамыз. Келесі бізде осы Сансызбай Сарғасқаевтың повесіне талдау. Эпикалық жанр түрі повест, шығарманың негізгі ойы, яғни тәмпіш қара повесінің негізгі ойы жас жеткіншектерді адамгершілікке, шыншылдыққа, қайырымдылыққа тәрбиелейді. Шығарманың композициялық құрылысына тоқталсақ, басталуы, Шаншатайдың ауылға келуі, ауыл балаларымен танысуы, шығарманың байланысы, Шаншатай Ертайдың суретші екенін білуі, екеуінің айырылмастай дос болуы, оқиғаның шиеленісуі, мектеп оқушылардың қырман даласына көмекке баруы, түрлі ойын-сауық ұйымдастырулары, Шаншатай ауыл балаларының газетке деген қызығушылықтарын оятуы, оқиғаның шарықтау шегі, оқушылардың өз мақалаларын оқу үшін Теке қарттың үйіне іздеп баруы, Шаншатай мен Иманбектің төбелесуі, Иманбектің одан кешірім сұрауы, шығармада эпитет, теңеу, диалог, мақал-мәтелдер тағы басқа әдеби теориялық ұғымдар қолданылған. Келесі повестің бөлімдері: танысу, тілеп алған азап, әзілі ме шыны ма, өкініш, Теке қарт, не болды бізге, бұдан кейінгі күндерде, ойламаған жерден 3 күн қалғанда. Аталған бөлімдерге қатысты басты оқиғалар: Шаншатайдың ауылға келуі, балаларды егін басына ертіп баруы, егін басындағы балалардың өнері, балалардың Октябрь балалары газетімен танысуы, балалардың қырман басынан қайтардағы қырманшыларға өнер көрсетуі, Шаншатайдың доп қуу ойын ұйымдастыруы, Шаншатай мен Иманбектің төбелесі, балалардың Теке қартпен кездесуі, Келдібай директордың балаларға пионерлік тапсырма беруі, ауылға радио келуі, Иманбектің кешірім сұрауы, ауыл балаларының мәдениеттілігі, ауылға газет келуі. Келесі бізде кері байланыс тапсырмасы. 16-шы тапсырма оқулығымыздағы 139-шы бетте. Бізде хрестоматиядағы повест мәтінін пайдалана отырып, әр бөлімде қандай ойға болғанын, қандай кейіпкерлер қатысқанын айтып жазып шығу. Кері байланыс тапсырмасын міндетті түрде орындап жібереміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.